Қымбатты ата-аналар, бізге білім іздеп келген оқушылар, сіздерге үлкен рахмет алғысымызды айтқымыз келеді. Менің атым Касымова Гүлфарус Қабденқызы, осы колледжді басқарғаныма 12 жыл болды. 70 жылдық тарихы бар бұрынғы кеңес кезіндегі сауда техникумының байланысы, жалғасы осы қазіргі бизнес колледж. Біз бұл колледжде мынау орта және кіші бизнеске арналған мамандықтарды дайындаймыз. Өздеріңіз соны таңдап келдіңіздер. Биыл оқуға түскен баланың саны 450 бала, оның 50% ұл бала болса, 50% қыз бала. Биылғы оқу жылы карантинмен басталып отыр. Қазір группаға бөлініп, кураторлар белгіленіп, дистанциялық түрде, онлайн түрде өтетін сабақтарға колледж балаларға көп көмек көрсетеді. Бірінші көмегіміз ол әрбір группада 2 куратор. Бір куратор тәрбиелік ұйымдастырушылық жұмыс болса, екінші куратор IT ретінде, консультант ретінде пайдаланады. Ол IT консультант көбінде біздің жоғарғы курста оқитын өзіміздің студенттер. Сол үшін жаңағы көптеген туындайтын сұрақтар болса, сіздерге көмекшілеріңіз болады. Қазіргі жағдайда дистанция түрінде оқылатын оқу процесінің расписание дейміз, жоспары белгіленді. Сабақ таңертең сағат 8-де басталады. 8-ден ары қарай 3 пара өтеді. Әр сабақ 35 минут өтеді. Арасында 10 минуттан демалыс студенттерге беріледі. Одан кейінгі жұмыс, тәрбие жұмысы басталады. Сол үшін әр күн, оқушының әр күні пайдалы түрде өтуі тиіс. Оған сіздердің көмектеріңіз бізге қажет. Сабақ өзіміздің порталда жүреді. Портал ambk.kz. Оның жұмысы өте оңай. Көптеген сұрақтар туындауы мүмкін, бірақ біз оған көмек бере аламыз. Егер түсінбейтін нәрселер болатын болса, өздеріңіздің кураторларыңыз бар. Әр куратордың өзінің чаты бар. Әр сұрақтар сол чатта күнделікті түрде шешіледі. Енді түскен студент мемлекеттен 21.786 теңге стипендия алады. Оқудың басталуымен құттықтағым келеді. Өте оңай түрде сіздер бізбен хабарласып тұрасыздар. Көбінде істейтін жұмыс сайт, чат, менің блогым, куратор. Сол үшін күнделікті ара қатынасымыз үзілмеу керек. Ең басты нәрсе ол баланың денсаулығы. Қазіргі бізге оқуға түскен бала 15-18 арасындағы ең баланың бір физикалық түрде қалыптасатын кезінде оқуға түсіп отыр. Сол үшін баланың денсаулығы бізге өте қажет. Не істесек те біз бірге істеуіміз керек, бірге оқытуымыз керек, бірге тәрбиелеуіміз керек. 8-ден кейін далаға бала шықпау керек. Үйде отыру керек көбінде. Қолын жуып, санитайзерлерді қолдану керек. Үйдің тазалығы керек. Оның бәрі биыл сол баланың денсаулығы үшін істелініп отырған мәселе. Ол туралы президент айтып отыр, ол туралы әкім де айтып отыр, біз де айтамыз. Ең үлкен мақсатымыз баланың денсаулығы. Ешқандай жамандық ұрынбасын. Айтатын бірақ сөз, біз біргеміз. Рахмет.